Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі және ерекше шишки деп аталатын печеньенің рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қамырын дайындаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды ыдысымызға саламыз. Сосын бір шымшым тұзымызды қосамыз. Қант ұнтағын қосамыз. Қант ұнтағын мен алдын ала електен өткізіп алдым. Енді барлығын бір келкі болғанша араластырамыз. Бір келкі етіп араластырып алдық. Енді сұйық майымызды қосамыз. Бір жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болдық. Осылай ситадан өткізіп, какао ұнтағын қосамыз. Какао ұнтағымен бір араластырып аламыз. Қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды бірден қоспаймыз, аз-аздан қосып осылай араластырамыз. Міне осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шықты. Енді пакетімізге салып, тоңазытқышқа 1 сағатқа немесе мұздатқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді мұздатқышта жарты сағаттай тұрды. Енді пакетімізден босатып, таразының көмегімен менде әр грамын шамамен 40-42 граммнан алып отырдым. Енді қамырымызды видеодағыдай осылай сопақша етіп дөңгелетіп, шыршаның төмпешіктерінің формасына келтіреміз. Міне осындай сопақша формаға келтіріп алдық. Енді үстеліміздің үстіне қойып, пышақтың теріс жағымен немесе оң жағымен осындай видеодағыдай тілімдер жасап шығамыз. Сосын екінші жағынан осылай. Міне осылай барлығын жасап шығамыз. Енді алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста шамамен 25-30 минутта пісіріп аламыз. Пешімізді міндетті түрде алдын ала қыздырып аламыз. Дайын піскен печеньеларымызды пештен шығарып, толықтай суытамыз. Толықтай суығаннан кейін барып, печеньемізді осылай жоғары ұстап тұрып, қант ұнтағын себеміз.
Сонда печеньеміз әдемі көрініп тұратын болады. Барлығын осылай сүйіп шықсаңыздар болады. Осымен өте оңай жасалатын және формасы ерекше шишка печеньеларымыз дайын. Видео рецепт ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздермен болған Әсел. Келесі видеода кездескенше.